Сәлем қыздар, сіздермен бірге бүгін өте дәмді әрі жұп-жұқа болып шығатын, ешқандай сүтті қажет етпейтін қаймақ пісіреміз. Алдымен ас содасын алып, үстіне ыстық су құйып араластырамыз. Араластырып болған соң 3 ас қасық қант салдым. Кішкене шым-шым тұзбен араластырып, суығанын күтеміз. Содан соң 2 жұмыртқаны салып араластырамыз. Осындай жақсы етіп көбігі шығу керек. Содан соң ұнымызды саламыз. Барлығын салып жіберсеңіздер де болады. Осындай видеодағындай етіп, бір келка етіп араластырып болған соң, үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Менде осындай сұйықтық шықты. Алармен қарай пешімізді қосып, мен орташа оттан сәл жоғарырақ қана қойдым. Содан соң майымызды жағып, пешіміздің ысығанын күтеміз. Қаймағымызды дәл видеодағындай қылып пісіріп аламыз. Қаймағымыз пісті. Менде 12 данасы шықты. Өте жұқа әрі дәмді қаймақтарды сіз де пісіріп, отбасыңызды қуантыңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Даусыма мән бермеңіздер, кішкене ауырып тұр. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлназ.